Достар, қайырлы таң, қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Не жаңалық? Кәусар, привет, қалайсың? Кәусар, математиканы түсіндің бе? Үй тапсырмасын орындасаң жіберші. Мен дым түсінген жоқпын. Достар, айтпақшы мен кешке вайн саламын. Ұнаса лайк басыңдар. Ұнамаса да сен үшін лайкты аямаймын ғой. Мен сияқты күніне парақшаны 100 рет көретін адам жоқ шығар. Қазір блогерім мен. Мен завтрак ішіп отырмын. Менің мамам алтын ғой. Міне менің мамам. Сәлем деп қойыңыз, подписчик. Қой түсірмеш, андағыңды өшіранан. Мамам зездалықпен ауырып жатыр. Бопты достар, онда кейін кіремін. Пока. Қызым ой, осы не әдет, жүрген жеріңді не істеген бәрін жариялап. Мама, мен енді блогермін ғой. Блог түсірмесем басқа не түсірем? Подписчик сан азайып кетеді әйтпесе. Подписчиктен басың қалғыр, одан да сабағыңды оқымайсың ба? Және тұрмаған ба не? Бар тұрғыз сабақтан кешігеді. Ертегілер. Бұл менің. Кел, шайға кел. Отыра ғой. Астаңыздан болсын. Рахмет жаным. Сымбат, неге осы сен Жанияны түсірмейсің, ән айтқан? Тек ән айтпайды, ол жас модель. Кән, әпкеңе жүріп көрсетші. Қан? Мін? Қан? Міне көрдің бе, нағыз тұнып тұрған өнер. Түсірсең осы қызды түсір. Нағыз хит болады Инстаграмда. Ой, кім көреді бұны? Сізден басқа ешкім көрмейтін сияқты ғой. Қысқасы, әңгімеңіз. Қарға баласын аппағым дер болып тұр. Ай бала, амандасу қайда? Мен сіз танымаймын ғой. Не, танымаса амандаспау керек деп бір жерде жаз қойып па не? Үлген адамды көргенде танысаң да, танымасаң да ассалаумағалейкум деп амандасу керек. Өй, ақыр заманның балдары. Мен ақыр заманның емес, Талғаттың баласын. Талғат дейсің ба? Онда ана Талғатқа айтып бар. Баласына дұрыстап тәрбие берсін. Не алып тұрсың? Біреуді күтіп тұрсың ба? Досымды. Оның жөн екен. Жан досың ба? Аты кім? Ерсұлтан, міне, мына сағатты сол сыйлады. Америкадан алып келінген. Құны $8,000. $8,000 дейсің бай? Ойбай, мынауың менің мәшинемнен қымбат тұрады ғой. Не құдіреті бар бұның? Секулосын балғамен ұрып көрдім, сынбады. Мынаны біреу ұрлап кетеді деп қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Әкем төбеден спутниктан қарап отырады. Егер біреу тиісіп жатса, телеохранительден жүреді. Папа, қалайсыз? Сонда папаң бізді естіп тұрма қазір? Талғат, бізді естіп тұрсың ба? Естіп тұрсаң, мына балаңа дұрыстап тәрбие бер. Өтірікті жібереді екен өзі. Өй, сенбей тұрсыз ба? Жоқ ой, сеніп тұрмын. Неғып сенбеймін? Сенетінде әңгіме айтып тұрсың ғой. Сонда сенің папаң миллионер ма? Қайдағы миллионер, триллионер. Илон Маск екеуі бірге оққан ғой. Ол кім дағы? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ерсұлтан, мен саған ренжідім айналайын. Не үшін? Қанша жылдан бері құдай қосқан көршімсің. Мұна досыңа $8,000 тұратын сағат сыйлапсың. Маған бір $8,000 теңге тұратын сағат берсең де мәз болып қалатын едім ғой. Қайсы? Мынаның сағатын айтасыз ба? Мына сағатта. Базарда 8 теңгеге толып тұр ғой. Істемейді де еш шо. Нақта алғансың оны? Өзім білем, кеттік сабаққа. Кеттік. Адам болмайды бұлар. Қой, жұмысымды істеп, ертірек жолға шығайын. Ағай, үйіңізге барсаңызшы, дала суық қой. Рахмет, кете бер қызым.
Дала суық қой, жаурап қаласыз. Үйіңізге барсаңызшы. Ежайын жоқ болмасын айтқан жоқпын ба. Баршы қызым, сабағыңды оқышы бол. Қазір 1 минут. Ағай, тоңып қалған шығарсыз. Ыстық шай ішіп алыңыз. Көңіліңе рахмет, қызым. Ас болсын. Мұңаймаңыз, бәрі жақсы болады. Рахмет, қызым. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, қызым, сау бол. Шуламаңдар. Сендер көпсіңдер. Мен жалғызбын. Тух, осы шырағымның мінезі фотодағыдай әдемі болса ғой. Өй, жылан ғой мынау. Адам болса, тілін шарар ма еді? Ал екінші партада отқан Асырбаев осы жыланды жақсы көреді. Ей, сен, тос емес, ит екенсің ғой таза. Асырбаев, тақтаға шық, үй тапсырмасын жаз. Мен бұған есеп шығар десем, өзінің суретін салған. Саламатсыз ба, апай? Ой! Бұл да бір қыран-кер өзінше. Мейрамбек, қойшы болды. Отырсай орныңа, мен сабақ оқып отырмын. Мейрамбек, қойшы болды. Отырсай орныңа, мен сабақ оқып отырмын. Клоун, қойсай болды ғой. Клоун қойсай болды ғой. Достар, әр сыныпта осындай бір жынды болатын шығар, иә? Атым Мейрамбек. Придурок сондай. Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба, апай? Саламатсыздар ма, отырыңдар. Староста, сыныпта кім жоқ? Серік бақ келді, Тұрсынбай Жанболат. Екеуі де ауырып жатыр. Түнімен ішкенді екеуі. Тыныш, қазір үй тапсырмасын сұраймын. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Негізі менің әкем нағыз саясаткер ғой, бәрін біледі, қалай халықтың жағдайын жақсартуды, пенсия мен жалақыны көтеруді, тек қана Қазақстанды ғана емес, Украина мен Ресейдің проблемасын қалай шешеді де біледі. Сосын мамам папама, сен не істеп отырсың дейді, билікке барып осы мәселелерді шешеші дейді. Бірақ менің папамның бұған мүлде уақыты жоқ, өйткені ол таксовать ету керек. Негізі әкем таксист болып қор болып жүрсе, Әйтпесе нағыз политик қой. Мақ сезім, акнеміз түсіп кетті. Қалай көтерсем болады? Маған идея айтшы. Или давай бүйтейік. Мен қазір ана жерде ойланып отырамын, соны сен видеоға түсіресің. Сәлем ма? Мақұл, бірақ мен қалай түсіру керектігін білмеймін. Сен маған көрсетші. Так, былай түсіресің қазір. Былай. Мен былай отырамын. Мен мына жаққа қарап отырамын, сен осы жаққа келесің да, алдымнан түсіресің. Жарайды. 1, 2, 3. Болды. Болды ма? Қане көрсетші.
О, нормально. Осыдан атақты блогер болайын, менің видеографым боласың. Енді осы видеоға музыкалар мен текстер қоюға жетті. Сымбат, ақыры блогер болам деп жүрсің ғой. Неге актуальный тақырыптарды, мектептің проблемаларын қозғамайсың? Меніңше блогер деген сондай болу керек сияқты. Ой, қойшы, кім көреді оны? Журналист бол демекшісің ба? Мәселе көруде емес қой. Зато қоғамға өзіңнің үлесіңді қосасың. Шынымды айтсам, сенің кейбір видеоларыңнан тіпті мен ұялам. Қайсы видеом сені ұялтып жүрген? Енді ол сенің қысқа юбка киіп билегенің. Тура менің мамам сияқтысың. Зато ол видеоның қанша просмотр жинаған білесің ба? Мәселе просмотрда емес қой. Мысалы, қоғамға зиянын келтіретін мынандай оңбағандарды түсір. Қой, нем бар? Тағы телефонды алып, сындырып жүрсе? Онда мен түсірем. Сәлеметсіздер ме? Неліктен қоғамдық орынды ластап жатсыздар? Қарындас, саған бізге ақыл үйретуге ерте әлі. Одан да бар да сабағыңды оқы. Даптардай бастарыңызбен боғауыз сөз айтып, қоғамдық орынды ластап отырсыздар. Бұл жер Түркі елінің астанасы, киелі қала. Өздеріңіз тұрып жатқан соң сыйласаңыздаршы. Не? Мына Дина Төлепберген қақтан шықты? Қатты тазалағыз болсаң, өзің тазалап ал, біз өзіміз білеміз. Сіздер шаштыңыздар, өздеріңіз жинаңыздар. Орна не үшін тұр бұл жерде? Сен түсіп тұрсың ба не? Акеляндағыны. Айтты сындырып тастайым. Айтпесе айқайлайым. Көмектесіңдер! Мұна қуады екен ғой. Мен кеттіге, бәлесінен аулақ қайттық. Даптардай бастармен қашып бара жатыр. Ал, бұған не дейсіздер? Қазір үйіңе барған соң не істейсің? FIFA ойнайым. Үйіңде кім бар? Папа, мама жұмыста, ешкім жоқ. Мен де барам онда, FIFA ойнайық. Айырып тұрмын ғой. Тезірек киім шықшы. Алло? Ау, мама? Я, қазір үйге келдім. Папа ма? Үйде шығар? Телефоның көтерілмей жатыр ма не? Айбый, мама, ішім ауырып жатыр. Қазір хабарласам. Әлеуметтік желі күнделікті өмірдің бір бөлшегіндей үлкен маңызға ие болды. Біз желінің пайдалы тұстары мен зиянды тұстарын айтып өттік. Желінің адам психологиясына тигізер кері әсері бар екендігін де айттық. Әлеуметтік желі арқылы уақытты тиімді пайдалы жұмсайық. О, қызым, құтты болсын, мә, күшті түсіпсің. Құтты болсын, жарқыным сол. Сымбат, қараш. Міне қараш. Әне, айттым ғой саған. Мә, почти миллион просмотр ғой. Иә, және звезда. Айттым саған Жаняны түсір деп. Қалай трендке шығып кетті бұл? Міне. Жуатын болыпсыздар ғой онда. Онда мен етіп жіберейін. Жуамыз миллион просмотрды. Қане, қыздар? Есұлтан, Сымбат келіп тұр. Сымаш? Шын айтам, Сымбат кәсіпте тұр. Сымбат қаны? Сымбат жоқ, сен алдандың. Бері кел. Достар, менде күшті жаңалық бар. Өзім таңғалып тұрмын. Кеше Жаняның салған видеосы миллион просмотр жинапты. Міне Жаняның өзі. Сәлем деп қой. Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақсы онда. Қайырлы түн. Пока-пока. Пока-пока. Сен түсіп тұрсың ба не? Акеляндағыны. Жоламаңыз маған. Айтпесе айқайлайым. Сәлеметсіздер ме? Неліктен қоғамдық орынды ластап жатсыздар? Қарындас, саған бізге ақыл үйретуге ерте әлі. Одан да бар да сабағыңды оқы.
саған. Алло? Сәлем, Сымбат. Мен саған бірдеңе айтайын ба? Таң азан мен шок болып отырмын ше. 20 000 подписчик? Кешегі видеоңа ма? Құттықтаймын. Кеше Жания да бір видео салған. Рекке шығып кетіпті. Блин, мен қанша тырыссам да подписчик пен просмотр көбеймейді ғой. Мен ойымша, ешкімді қайталамай, ешкімге еліктемей, өз талантыңмен шықса, тез көтерілесің. Сол үшін әлі ешкім жасамаған жаңалықты жаса. Иә, дұрыс айтасың. Жақсы онда, қалғанын мектепте айтып берерсің. Пока. 20 000 подписчик жинап алып, өзінше болып қапты ғой. Жаңалық ашу керек деп. Неге мен емес? Неге олар? Жек көрем бәрімді. Түнде жатарда сала салғам, азанда тұрсам, лайктар, комментарийлер, 20 000 подписчик. Өзім шоке болып қалдым ғой. Бақтың жаныпты онда. Иә, саған айттым ғой, қоғамға пайдалы видеолар түсір деп. Бірақ әлі де саған кеш емес. Адамдардың жазған комментарийлерін оқыған соң, блог түсіруге шабытым ашылды. Давай екеуміз бірге түсіреміз. Ой, қойшы, өзің түсіре бер. Сенің бақытың бөлек, менің бақытым бөлек. Саламатсыз апай. Сәлеметсіңдер ме? Ақсезім, сенің кеше салған видеоңды көріп, риза болдым. Дұрыс, осылай тоқтама. Өзекті қоғамға пайдалы видеолар түсіре бер. Менің оқушымдек кеше үйдегілерге мақтанып бір марқайып қалдым ғой. Рахмет апай. Жарайсың, осындай өзекті мәселелерді қозғаған дұрыс. Жақсы, сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Кәдімгідей бір күнде мектептің жұлдызы болдың де. Қойш, жұлдыз дегенің артық болады ау. Мен атақ қуып, жарқырап жұлдыз болып жүргім келмейді. Мама, мен келдім. Және қараш, мына Ақсезімді қара. Ақсезім түсірген ба? Иә, лайк басып, комментарияға жарайсың деп жазып қояйын. Айтпақшы, сенің парақшаң не болып жатыр? Менікі миллионнан асты. Дүкенге барсам, біреулердің настроениясы жоқ. Түрлері мынандай. Біреулері уайым беріп жүр. Түрлері мынандай. Давай осын түсіреміз, маған бір жақсы идея келді. Қалайсың да? Қазір айтам. Өмір деген ол шексіз жол. Сол жолда адамдар әртүрлі жүреді. Біреулері бұлай, кейбіреулері бұлай. Бұлай жүретіндер де бар, бұлай жүретіндер де бар. Ал сіз, сізді айтамын, өмір жолыңызда қалай жүрсіз? Молодец! Міне, қыр. Досым, меніңше Манчестер жеңген сияқты, соның победасына тік. Арсеналда мықты қазір. Алдында Ливерпульді 3-0 қылып жеңді. Сенің жеңетін команданың бәрі жеңіледі. Арсеналға тігемін мен. Досым, онда қадалдың дей бер. Сендер не, құмарлық ойын ойнап жүрсіңдер ма не? Иә? Сен де ойнайсың ба не? Жоқ, Құдай сақтасын. Ойнамаңдар, әйтпесе ата-аналарыңа айтып берем. Сонда тігіп жатқаныңыз 500 теңге ғой. Сонда да 1 теңгелерің болса да ойнамаңдар. Сендердің тек 500-ақ теңгелерің бар да, одан басқа ақшаларың да жоқ қой. Осы сөзің үшін Арсеналға тігем. Ұтсам 2-3 теңге шот алып берем. Керек емес сендердің харам ақшаларың. Ойнамаңдар, әйтпесе папа-мамаларыңа айтып берем. Айта бер, тоқылдақ. Ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Гүл тердім бұлттардан, әр гүлде бір арман. Таусылмайтын тәтті
сия келіп жатты, жан біткеннің бәрі маған. Құрметті ата-аналар, құлақтарыңызға алтын сырға. Балаларыңыздың телефонын анда-санда тексеріп тұрыңыздаршы. Бүгін менің 2 сыныптасым телефон арқылы ставка тігіп отыр. Кез келген үлкен адамның атынан ставка тігуге болады екен. Менің балам кәмелеттік жасқа толмаған, оның жасы жетпейді демеңіздер. Ойнайтын адам амалын табады. Қош сау болыңыздар. Мектептің әр бұрышында TikTok түсіретін балаларды жиі кездестіремін. Бұл деген факт, балалар TikTok'ты жиі көреді. Ата-анасы күйбең тіршілікпен арпалысып, балаларына қарауға шамасы да келмей жатады. Ата-ананың тәрбиесі емес, TikTok'тан, әлеуметтік желіден тәрбие алған баланың болашағы қалай болады деп ойлайсыздар? Сондықтан да осы мәселеге мән беріп қараңыздар. Құрметті қайырымдылық қорымен айналысатын мейірімді жандар. Осы Бейтаныс ағамыз осы беседкада үй-жайсыз өмір сүріп жатыр. Осы кісінің мәселесін қолдан келгенше қарастырайық. Назарларыңызға рахмет. Әпке қараңызшы, менің подписчигім 1,5 миллионға жетті 2 күннің ішінде. О, күшті. Ал мен кеше видео салғам, уже 70 000 просмотрға да жетіп қапты. Әпке, сіздікімен онда премиум эфирге кірейікші? Жарайды, кірейік. О, кіре сала 50 адам кіріпті. Сәлем достар, қалайсыңдар? Я, бұл Жания, TikTok жұлдызы, өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Жания, мен подписчиктеріме сәлем деп қой. Сәлем. Бізден болашақта көп видео күтіңіздер. Жалпы қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Құрметті қайырымдылық қорымен айналысатын. Мына видеоға кешіп кеткен ба, не сіз? Иә. Бейтаныс ағамыз. Саламат апай. Ай, қызым. Апай. Сенің есігің Ақсезім бе? Иә. Мен сені Инстаграмнан көріп жүрген едім. Сен осы мектепте оқисың ба? Иә. Жарайсың қызым. Я суретке түсейік, үйдегілерге бір мақтанып қойын. Қызым, суретке түсіріп жіберші бізді. Ой, рахмет, қыздар. Жақсы сау болып тұрыңдар. Сау болыңыз. Иә, мейлі. Неге көңіл күйің түсіп кетті? Жоқ, нормально бәр. Алло? Саламатсыз ба? Я, мен. Қашан? Я, барам. Болды барам. Жақсы сау болыңыздар. Мә, сенесің ба? Мені Алматы қаласында бағдарламаға шақырып жатыр. Кімдер? Қандай бағдарлама? Астарлы ақиқатта таныссыз танылғандар деген тақырыпты. Не болды? Подругам жұлдыз болып кетіп сені танымай қойды ма? Ола жұлдыз болмай-ақ қойдым. Мен жұлдыз болам десем, бола саламын. Я сен жұлдызсың ғой, тоқылдақ қой ол. Қаласын комментариясына жамандап жазайық. Сен үнемі жамандап жазасың ғой, хейтер. Кім жақсы видеоға түсіре алады? Мен. Мен жүріп келе жатамын, соны алдынан видеоға түсіресің. О, жарайды. Ерсұлтан, онда сен мені түсір. Жарайды. Мына қызықты қараңдар.
Ей! Сендерге ештеңе тапсыруға болмайды. Так, дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Сәлем достар! Ютубтан миллион қаралым жинаған видеоның егелерімен танысқыларың келе ме? Міне олар. Ал, ютуб жұлдыздары қалайсыңдар? Жақсымыз. Бір видео түсіреміз деп, үшеуің бірдей хит болып кетіпсіңдер ғой. Есімдеріңді айтып кетсеңдер. Менің атым Сымбат. Мейрамбек. Менің атым Ерсұлтан. Қазір YouTube канал ашып, үшеуің команда болып канал аштыңдар ма? Иә, қазір пранк пен вайн түсіріп жүрміз. Жақында уже күміс кнопка аламыз. Міне, тағы бір жұлдызымыз келді. Сәлем Жания, қалайсың? Сәлем, қалайсыздар? Жания TikTok жұлдызы, Мейрамбек, Ерсұлтан, Сымбат үшеуі YouTube жұлдыздары. Ал мен Инстаграмдамын. Ендеше бәріміз менің оқырмандарыма сәлем жолдайық. 1, 2, 3. Сәлем Қазақстан! Біз желінің пайдалы тұстары мен зиянды тұстарын айтып өттік. Желінің адам психологиясына тигізер кері әсері бар екендігін де айттық. Желіні қолданайық, әлеуметтік желі арқылы уақытты тиімді әрі пайдалы жұмсайық. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мен Небадулла Жания. Мен осы Мейрам киностудиясындағы киноға түскеніме өте қуаныштымын. Бұл жерде мен тек қана киноға түспей, өзіме көптеген достар тауып алдым. Бұл кинода өте қызық болды. Әкем сақты киноға түскенді қатты армандайтынмын. Осы тілегімді орындаған анама, әкеме көп алғыс айтамын. Мені кастингке алып келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Мен сіздерді жақсы көремін. Мен Асанхан Ерсұлтан. Мен киноға түскеніме өте қуаныштымын. Ең бірінші мен ата-анама алғыс айтам. Мен кино түсіретін ұжымға алғысымды білдіремін. Түсірілім жақсы болды. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Мен сіздерді жақсы көрем. Мен Керім Қолсымбат. Мен Мейрам киностудиясына түскеніме өте қатты қуаныштымын. Мен кино барысында өзіме өте күшті достар таптым. Өмірімдегі кішкентай ғана арманым орындалды деп есептеймін. Осы сәтті пайдалана отыра, мама-папама рахмет айтамын. Бәріңізге сәттілік, рахмет. Сәлем достар. Менің атым Дәулетбек Мейрамбек. Мен достық киносына түсетін актермін. Мен киноға түскенде біраз нәрсені түсіндім. Және де біраз достар таптым. Үлкен жобаларға актер болып түскім келеді. Кастингке алып келген ата-анама рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ержықтова Ақсезім. Мен Мейрам киностудиясына түскеніме өте қатты қуаныштымын. Ең алдымен мен ата-анама үлкен алғыс айтамын. Мені кішкентай болса да арманымды орындады. Мен кино барысында тек қана киноға түскен жоқпын, көп нәрселерді үйрендім. Киноға қалай түсуді, камерадан қорықпауды, барлығында үйрендім. Мен болашақта үлкен киноларға түсемін деп ойлаймын. Мен Мейрам киностудиясы және оның ұжымдастарына үлкен алғысымды айтамын. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар. Сіздерге достық киносы ұнады деп ойлаймын. Ура, ура, ура! Достық киносының түсірілімі аяқталды. Кетсей құрыса еді. Қашып жатыр. Қашып кет. Ұмытып қалдым. Ой. Рахмет апай. Сәттілік тілеймін. Ағай, кешіріңіздер. Бір теңгелерің болса да. Ой, сен сөйлеп кет. Арға айтамын. Активно түсті. Қалмайсың. Меніңше, ой, ұмыт қалмай. Меніңше, қандай еді? Мен бір сөзді әлі айтқан жоқпын ғой. Ана қысқа юбка дегенше. Қайсы видеоң сені? Алтып жүрген. Мысалы,
қоғамға зиянын келтіретін, қоғам зиянын келтіретін деп ғой. Ластайтын екен ғой, ластайды. Қоғамда ластайтын. Жандағын, айтшы сындырып тастайын. Түсіріп тұрсын ба не? Ана аузынан тұрып қалдым қайда? Кешірім сұраймын, Дәйбек. Сосын мамам, Сабақ... Ойбай, нет, сабағымды оқы. Бұл мен деген соң кете берсін. Қандай? Ойбай, қандай? Қандай? Жарайсың қызым күшті. Қалай тұрайын? Давай. Кеп тұр.